Сіздер білесіздер ме? Сәкен Сейфуллин өз дәуірінде тек шығармашылығымен ғана емес, сыртқы болмысымен де ерекшеленді. Ол киім кию мәдениетінде еуропалық сән үлгісін ұстанып, классикалық костюм, сәнді бас киім, галстук сияқты әшекейлі әрі ілгерішіл үлгілерді таңдап киді. Мұндай келбеті оның жаңашылдыққа ұмтылғанын, өз заманының ағымын терең сезінген және қоғамға озық мәдениетті үлгі етіп көрсеткенін айқын аңғартты. Әтір. Сәкен Сейфуллин өз заманында сәнге мән беріп, тіпті француз әтірінде қолданған екен. Ал бүгінде ер адамдар арасында мұндай әдет сирек кездеседі. Костюм. Біз білетіндей, Сәкен Сейфуллин еуропалық стилінде киінгендігін және оның мұражайында жақсы жүннен тоқылған сұр түсті костюмі сақталды.